Бірлігінің mahkemesi Macaristan ve Slovakiya tarafından Avropa Бірлігінің күчү саясатыне берилген шикетлерни рет etdi. Үкіметлері Авропа Бірлігі Шурасының якын шарқтан канунсыз сүретте көчіп келгенлерінің аза мемлекетлері арасында квоталар бойынша үлештіруі қында қарарына қаршы чыққан еді. 2015 сенесі Мажаристан ве Словакиядан ғайры бұл қарарға қаршылығыны Чехия ве Романияда білдірген еді. Будапешт қарарнен 1300 инсанын ерлештіруіне разылығыны бермек керек еді. Ама ичбіріні қабыл етмеді. Братислава 900-ден 16 қабыл етті. Авропа Бірлігінің Шарқи Авропа девлетлерінден mahkeme қарарына riayet eteceklerini beklегеніне бақмадан мемлекетлер оның еріне кетірмейжеклері қында білдірді.